тартамын сіздер үшін бәріде. Әнші биші асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Жайсаң достар, жанашырлар жанымызда табылсын. Той құдайдың қазынасы, ойламайық уайымбыз. Болса жұрттың базынасы, бас июге дайынбыз. Ағат кетсе тойымызда, өкпелемей қайтыңыз. Реніш болса ойыңызда, өзімізге айтыңыз. Әнші биші асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Жайсаң достар, жанашырлар жанымызда табылсын. Асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Жайсаң достар, жанашырлар жанымызда табылсын. Әнші биші асабада бәрі сай бүгін. Келген мейман осы араға мақтан етер байлығым. Төрге шықсын жанасылдар, ақ тілектер ағылсын. Бүгінгі кереметті есқауылдар өлетіндегі, соның ішіндегі Талғат әкемізбенен Ақсәуле анамыздың шаңырағындағы кереметті құтты қуанышқа қош келдіңіздер. Осы шаңыраққа, осы есқауылдар өлетіне сөз жатқан ақ келіндеріңіздің қадамы құтты болсын, келін құтты болсын. Келін түскен үйдің керегесі алтынан дейді, бүгінгі керегелеріңіз алтынан болып жатқан тағы да құтты болсын. Той баршыларыңызға жұғысты болсын, той құтты болсын. Bir қол соғып қояйық ешқанеге ағайындар. Енді арнайылап бүгінгі осы ауылымыздың, әулетіміздің үлкен ақсақал қарияларынан, дарияларынан кереметте ақ тілегімізді ұсынып, бүгінгі осы шаңыраққа, осы қуанышқа ақ тілегін алып алайық, құрметті ағайындар. Олай болса, бүгінгі тойымыздың төріндегі
Әулетіміздің, ауылымыздың үлкен ақсақалдары Серікбай көкеміз бастаған Мәмен көкеміз бар, Анарбек көкеміз, Әлімхан көкеміз және де ауыл имамы Нұрмахан көкеміз бар, Бейсен көкелеріміз бар. Мен сол кісілерге қарай микрофонды апарайын. Кереметті ақ тілекпен, ақ ниетпен, жүрек жат лебізбен бүгінгі тойымыздың дастарханын бір әдемі тілекпен ашып берсін деген ниеттеміз. Туысқандар бүгін ауылымызға Есқабыл Шош көкемнің отанына, үлкен отанына, Талғаттың барасы Талғаттың отанына келіп түсіп отыр. Құтты болсын Талғатжан. Әр орталарында жақсылық болсын, жастар өсе берсін. Әрі құдағын денсаулығы жасы сол ұрпақтарының немері шөбелері қызықтарын көре берсін. Құда қаласа елжас бас қосты, бақытты, баянның өмірге бір жақсылықтар бастарын бересін. Өмірі отбасы болсын, елге, халыққа, әлетіне, ауылға, жерлеріне сүйіліп, құрылып келген бала болсын. Әр ұрпақ жақсылықта келесін, той болса келесін. Ауылымыздың санын көбейте берсін. Бағаласа, Талғатжан, осы ұрпақтарын қызын көріп башық жасап, Ақсәуле мектебінің соның қызын көріп жүрген деді бағаласа. Әлі той көзір алдында қайта той бар. Тұр тай көзі ел болып, жүк болып атқарып, қызығын атқара берейік. Аман болыңыздар. Бәрі елдеріңізде осы тоймен бола берсін, жақсылық бола берсін. Балаларым қойша бала айтып жатқан. Бұл әулет ықылым заманнан осы Биравар дейді ауыл пәлдеттердің уақыттан бергілі жатқан апаларымыздың балаларының балалары ғой өтіп жатқан. Өзінің қызалығы бар, жиендігі бар, әкелерінің әкесі қандай еді. Енді мынау Талғат пен Дәулет осы ауылда бір бауырымыздай болып өсіп жатыр. Қызалығы бар, жөні бар, бір жаман сөздеткен жоқ, басқа ағар жоқ. Басқа ағайыннан, күшік ағайыннан бола тұра өзінің жолынан қалған жоқ. Дәм берді, тұзын берді, тойын болды. Әйтеуір кімсін, сортшын балалары осындай болып жатыр. Енді міне қазір бала үйлерінде оңай емес, үйлерін сиреп баратыр. Мына бұйырған екен, мына бүгін қызықшылық. Тойларын тойласын, ауылдың той, елдің тойы болсын. Мына екі жас бақыт болсын. Талғат рахмет мынау. Дәмге шақырып отқаның. Балалар бақыт болсын. Басқа әңгіме жоқ, өзіңдер, өніңдер. Талғат ініміздің ағайын туыс құдай жекжат қатар құрбы мінекей тойдың үлкен тойдың куәсі болып отырмыз. Бетажат тойдың мінекей той бұласын. Бұлар өзі орында бар оғылары баяғыда қиын кездерде шоқшы көзімізбенен Сарбас ағамызбенен бірге жүріп бірге тұрып көзін көрген еді. Ал енді дастархандас болып, ширас болып қаншама. Ал міне енді баласы осы ауылда үлкен бір мектептің директоры. Бұлар өзі той мінекей құда қаласа екі жас бақытты болсын. Мынау Талғат пенен келіннің мынау дастарханда үлкен той бола берсін әр уақытта. Мынау кімнің Талғатқа үлкен кәрия болғаны құтты болсын демекшімін. Аманшылық, әр уақытта жақсылық болсын. Той боласын ауылмен Тілек қабыл болсын, мұраты асыл болсын. Ал енді арнайылап кереметті астан дастарханнан алыңыздар. Енді қазақтың дәстүр салтыменен бүгінгі әулетімізге түсіп жатқан ақ келіннің, бақ келіннің қазақтың дәстүр салтыменен, беташар салтыменен бүгінгі кереметтей әулетке түскен ақ келіннің бетін ашайық ағайындар. Келген барша ағайынмен, келінмен таныстырайық барша ағайында. Ал енді ортаға қарай алып шығыңыздар, құрметті жеңгелер қауымы. Оқтауыменен, орамалыменен
көрімдік алатын сый табағымызбенен келінді ортаға алып шығуларыңызға рұқсат қанеке келіңіздер. Күн сайын құйылып келе береді сағат сайын қуанышпен қайырымды бөліспесең неғылайын ағайын берген тайын. Қуанышта қуанып қорған болса, одан асқан бақытты неғылайын деп бүгінгі қуанышқа қуанып келіп отырған Бағдәулет көкелеріміз бастаған арнайы шиелден келген ағайындарға микрофон тізгін ұсынайын. Осы кісілерді бүгінгі тойымыздың төрінде бір ақ тілегін ақтарып алсын қанеке. Қош келдіңіздер. Бүгін міне біздің Бағдат бауырымыздың үйіндегі қызықшылық болуы. Бір баламыз екеу болып, осы қуанып жатқан жайымыз бар. Алғашар құтты болсын дұрым. Түсірген келінің, осы үйдің бақытына қоранын дейміз, осы үйдің бақыттылан еткенсін. Келінің аяғын екен ғой. Осы үйде қызықшылық бола берсін. Келініміз үлкендерін сыйлап, кішілерін құрметтеп жүрсін. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Осындай тойға қызықшылыққа жинала берейік. Бәріміз бақытты болайық. Рахмет. Айналайын талғат, бүгінгі келін шығып жатсы құтты болсын. Екі жасы бақытты болсын. Біз Түркістаннан келген ағайындарымыз, Құда қаласа, екі жасы өсіп өне берсін. Әрқашанда осы әдетте жақсылыққа тойға келе берейік. Қайырлы күн құрметті ағайындар, сіздермен бүгінгі тойдың басында кездескенімізге өте қуаныштымыз. Біз шын жүректен қуанып келіп отырмыз мына Талғат бауырымыздың үйіндегі тойына. Енді осы отырған көп кісілерді білеміз, танимыз. Осы үйдегі барлық қызықтарда бәріміз бірге бас қосып жүрміз. Бүгін міне келін қарындарға күн болып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Екі жас бақытты болсын, өрлі шүбірлі болсын. Тек сендерді қолында берсін. Осыған дейінгі де келіп жатқан келіндер аяқтары құтты болып, үйге бақытта келіп жатыр, құтта келіп жатыр. Сондай құтты келіп бола берсін деймін. Біз тек келгенімізде осы үйге шын жүректен қуанып, шаттанып, рахаттанып қайтайық. Бақытты болсын бар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Талғатжан бұл лауазда құттықтаған болсын. Тойлар құтты болсын, той-тойға жалғаса берсін. Барлық отбасына қуанышта, тойларға басымыз сауға берсін. Ағайындар осындай тойларда күліп ойнап бір-біріне жүре берейік. Намаздар етейік, той-той болатын. Келін дайын болса, тойымыздың тойына келіп келе жатырған екен, бір қошемет соғып қояйық, құтты болсын ағай. Ал енді бүгінгі кереметте әулетке түскен осы шаңыраққа түсіп жатқан келіндеріңіздің бетін ашатын айтулы асаба, азулы ақын, Қазақстанға белгілі кереметте республикаға дәрежесіндегі кереметте үлкен ақын ағамыз ақын Ержан Әміровке бір қошемет соғып қойыңыздар ағайындар. Söz айтпас бір-біріне айқаяға сапсы бауыр шайғана бауырыңыз бапшы бауыр оқ бойы озып тұрған айналадан ассалаумағалейкум машбек ауыл қоғадай жапырылып елім отыр есігімнен еңкейіп еніп отыр бүгінгі отау құрған екі жасқа іштерінен ақбата беріп отыр. Қаптаған ағайынға қарап тұрсам,
Bir қызық боларына сеніп отыр. Жартысы жаңа қорған болған менен жартысы шиелден келіп отыр. Жаңа қорған шиелі біріккенде бір шапалақ ұрмаса не қып отыр. Мына той ұланасыр тойдай болсын, ағайыннан қошемет айғай болсын. Келген ел қолын соғып отырмаса, өнерпаздың шабыты қандай болсын. Осы тойға қол ұрған әрбір адам желіге 70 қолын байлай берсін. Керісінше шапалақ ұрмай отқан қонақтардың қос қолы май-май болсын. Қол ұрған қаздық ата шайнай берсін, ұрмағандар бармағын шайнай берсін. Қол ұрғанның үйінде ынтымақ бол, ұрмағанның үйінде қайбай болсын. Ал енді жағайын болсыңдар, Ержанның бұл айтқаны айдай келсін айқаяқау. Жанындай жақсы көрген әрбір ұлтты, біздің тәкең патшадай паң күліпті. Осыдан тура 7 жылдай бұрын сүйінші хабар елде жаңғырыпты. Тәкеңнің үлкен ұлы келін әкеп, махаббаттың алауын жандырыпты. Сол кезде де бет ашарға мен алдырып, бұл Ержан келген елді таң қылыпты. Сол тарих отырғандай қайталанып, көзіме елестетіп мәңгілікті. Қайыр қылсаң бүтін қыл дегенді я, екінші келінге де алдырыпты. Жүрген жандай аралап базар үшін, өлеңімнің айтпайын насалысын. Мектеп директоры ғой не деген, мен айтқанын істемесең жазалысың. Кеше кешке кел дедім мына тойға, не десе де бұл тәкең өз арысым. Бір жағынан тәкеңнің бажасы едім, жырымнан қашайыншы таза мүсін. Тұмауратып жатсам да атып тұрдым, жырыммен қашаймын деп таза мүсін. Жаным қалмай бұл тойға жетіп келдім, жаным пида болар деп бажам үшін. Мұндайда босқа қарап тұрмаймын ғой, ағайынға жақсылығымдаймын ғой. Талғаттай бажам менің той қылғанда, мен қалай сауық сайран құрмаймын ғой. Тамағым тірелгені ештең емес, жағым түсіп қалғанша жырлаймын ғой айқаяқау. Екеу болып отырған бойдағыңыз, орындалып көп күткен той ойларыңыз. Бүгінгі дүркіретіп жасап жатқан ағайын құтты болсын тойларыңыз. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Қол ұстасып қосылған екі ғашық тек биік белестерге қона берсін. 9 ай 10 күннен соң Алла қалап, дүниеге торсықтай бала келсін. Дүниеге келетін балдарына елмен жұртын ойлайтын сана берсін. Bir ekеумен шектелмей келген келін, 10 шақты ұл мен қыздан таба берсін. Сол балдар есейіп ер жеткенде, Бердібек көкеміздей дана болсын. Сол тілегім қабыл болсын деген, ағайын шапалағын соға берсін айқаяқау. Парқыменен ағайын бет ажарды мен баслайын. Қазақтың қасиетті салтыменен, сіздерде көрімдікті тастаңыздар жаһандану заманның нарқыменен. Бет ашар біткеннен соң толып қайтсын, қалтамда пустой тұрған партыменен. Қол ұстасып қосылса екі ғашық, ел жұрты тойламай ма етін асып. Ортаға жаңа келген жас келіннің, рұқсат болса берейін бетін ашып. Осында ағаларым ісі мықты, ешқашан байқатпаған кісілікті. Көмірін қыпшақтардың бір баласы, қырғыз алдан ақ келін түсіріпті. Өлең айтып қайтайын бүгін майда, бұл Ержан жақсылықты ырымдай ма? Мұхаммедтей балаңыз отау құрды, мұны да жақсылықты бүгін ұғынбай ма? Сондықтан екі жастың құрметіне қос қолдың шапалағы ұрылмай ма? Әй Мұхаммед жігіттің арланысың,
Bilemin azamattың tarlanısın. Sen Talgattың ең мықты баласысың, басқадан биік қойған арнамысың. Өзіңе құтты болсын айтпаймын ба, қырғыз ауылының сұлуын алған үшін. Келіп жатқан келінге құтты болсын, тек дәулеттің келіні болған үшін. Қалған бойда қыздарға көңіл айтам, Мұхаммедтен айрылып қалған үшін. Ай, айналайын ағайын, ашып көңіл сарайын, тәкеңнің бүгін төрінде әсем мәңге салайын. Жақсы менен жайсаңға толып тұрсам маңайым, келіп тұрған келінге осындағы әулетті таныстырып алайын. Ал келінжан, келінжан, бет ашатын алдыңда ержан дейтін жігіт тұр. Топ алдына шыққанда сайрап кетсін тұнық тіл. Азғана ақыл айтайын, назарды маған бұрып тұр, құлақты маған түріп тұр. Қыз біткенге дегендей тыйым бұлда келінжан, әңгіменің аяғын сұйылдырма келінжан. Сұрағанға жомарт бол, қиылдырма келінжан. Шәйшуін ата енеңнің қиын қылма келінжан. Мода қуып мис болып жарты қарыс матана киім қылма келінжан. Жамандыққа бойыңды үйір қылма келінжан. Бір Алладан басқаға ұрпағыңды ертеңге сыйындырма келінжан. Ал келінжан, келінжан, келгенінше шамаңның жасы үлкен адамның атын толық атама. Бір-екі жыл шыдасаң абысың мен табысым, қосыларсың қатарға, тойға барсаң табысым. Көрінгенмен танысып, би-билеуден жарысып, ыстаканға жабысып. Ішкіш келін атанба, қыдырғыштап төркінге ұшқыш келін атанба, күйеуіңе тыржыңдап ұрсқыш келін атанба. Әңгіме тасып әр үйден піш-піш келін атанба, түске дейін ұйықтап төсекшіл келін атанба. Сөз тасимын деп әр үйден өсекшіл келін атанба. Бүйте берсең білерсің, жау боп кетер өзіңе. Ақ сәуле енең түгілі Талғаттай қайын атаңдау. Айналайын ақ келін, келіп түскен бүгінгі қыпшақтардың елін көр, қыпшақтардың төрін көр. Және тағы айтарым, тірлігіңмен талайды таң қылатын келін бол. Шаңырақтың алауын жандыратын келін бол. Жоқ нәрсесін жарыңның бар қылатын келін бол. Мұхаммедтің өмірін бал қылатын келін бол. Топырлатып баланы тағап, топырлатып баланы табатұғын келін бол. Шаңырақтың алауын жағатұғын келін бол. Көпшіліктің батасын алатұғын келін бол. Үйге мейман келгенде, есігіңнен енгенде ізетпенен сәлемді салатұғын келін бол. Ұзын сөздің қысқасы, өлшеулі ғұмыр өткенше, жастары 100-ге жеткенше, атаң менен енеңді бағатұғын келін бол. Әлі де айтар ақыл жетеді, әрбір айтқан сөздерім сүйегіңнен өтеді. Ел алдында бұл ержан ұзақ сөйлеп нетеді. Ұзын сөздің қысқасы, ұл мен қыздан ешқашан босамаған етегі. Ақ сәуле туған енеңдей болсаң да саған жетеді. Ержан жамандықты аластайды, өйткені тігіп жатыр алашбайғы. Көргендердің қызы ғой келіндерің, бұл сөзіме еш адам таласпайды. Сондықтан ұзақ ақыл айтпайыншы, сөзіміз алты қырдан әр аспайды. Осындай көргендердің қыздарына көлгірсіп ақыл айтқан жараспайды. Жақынды сөйлемейін алыс қылып, бұл той қойды біздерді табыстырып. Ортаға жаңа келген жас келінді әулетімен шығайын таныстырып. Болады өткендердің жайы қайғы, дәл бүгін қызыл тілім сайрайды. Ең әуелі бастайын әр уақыттан, өл разы болмай тірі байымайды.
Жете алмай кеткендер бар арманына, оларды еске аламыз таңдамына. Бұл өмірден қаншама атаң өткен, айналып заманының заңғарына. Бұл өмірден қаншама әжем өткен, ешқашан тақ жұқтырмай арларына. Олай болса ең алғаш сәлем жаса, өмірден өткендердің әруағына байып. Жалпы бұл жалғаннан өткен, осы шаңырақтан дәм еткен жалпы әруақтарға, ата әжелеріміздің әруағына иіліп тұрып, қиылып тұрғандай сәлем болсын. Ержанның жүрегінде жыры дайын, сырыңызды айтқызбай ұғынайын. Өмірден өткендерді айтып шықтық, ал енді үлкендерге бұрылайын. Жандары жақсылыққа жақын келер, жаяуға астындағы атын берер. Шәрғыз апа және де ұлан апа бүгінгі бастаманы мақұл көрер. Бақыт пен бақ-дәулет пен тұрсын айлар, жанына жақындасаң нақыл берер. Махмұт көкем келсе, жұбайымен бүгінгі осы тойдың сәтін көрер. Ырыс дәулет атаңның орны бөлек, ешкімнен қаймықпайтын батыл келер. Үлкендерге иеліп сәлем жаса, сұрағанға жөн сілтеп ақыл берер айбек. Әулетіміздің үлкендері Шәрғыз апамыз бастаған ұлан апамызға бақыт, бақ-дәулет, тұрсынай, Махмұт, жеңгеміз бен Рысдәулет, Гүлжамал, Бейімбет, Айнұр, Мырзахмет, Жұбайымет, Ақпанбет, Мейра, Марат, Сәлима, Әбен ағамыздың жары Құралай жеңгемізге, Базарбай, Күләш бастаған әулетіміздің үлкен ақсақал қарияларына, дарияларына иіліп тұрып, бір сәлемімді арнайға келді жағалай. Демессіз жақсыларды жырламашы. Махамметілі Шәмшия тойға келсе, айтылған ақылдарын тыңдап алшы. Кеңеспен, қуанышпен шаралардың әр жақсы істерінен үлгі алшы. Және ақан ажарға сәлем жаса, бұл кісілер болады түп нағашы деп. Арнайы түп нағашыларға арнайы бір сәлем ғанеке. Елдің жақсы болмағы нағашынан, үйдің жақсы болмағы ағашынан. Райхан апа, Нағима апамыздың бұл жерде кім асады бағасынан. Қалдыгүл Аймандардың орны бөлек, сіздерді айтпай қалай аласырам. Орынша мен Бөрібай тойға келсе, қуаныштан айтатын таласы бән. Аманжол мен Рабиға орны бөлек, жиенді шығармайтын санасынан. Есенжол мен Сараның сара жолы, ешкімнің жармаспайтын жағасынан. Жангелді мен Салтанат осы жерде, бұлардың кім асады бағасынан. Сәбит Самат Ботаға сәлем жаса, суырылып шығатын арасынан. Негізі біздің Мұхаммед мықты жігіт, қасиет дарыған соң анасынан. Нағашының қандай жан екендігі көрініп тұрған жоқ па нақ осыдан айқаяқа. Арнайы туған нағашылар Райхан апа бастаған, Нағима апа, Қалдыгүл, Айман, Орынша, Бөрібай, Аманжол, Рабиға, Есенжол, Сара, Жангелді, Салтанат, Сәбит, Самат, Бота, Мәди, Гүлдариға, Нұрбол, Жандос, Шырын, Тимур, Перизат, Ервал, Айжан, Айдос, Авзал, Назерке, Аружан, Азат, Айдана, Тоғжан, Нұргелді, Ақжан, Ердәулет бастаған барша туған нағашыларға иіліп тұрып, қос сәлеміңді арнайы қой келін жаңғареке. Басқадан биік болса бақ талабы,
Nagaşılar aktilek aktarады. Bärin jappay ismin atap şıktık. Jetsin dep agayınga hatqa bары. Bärin toktap aytkan men arnayılap bol Erjan bir kisige toktaladı. Orgum deseng nagaşı äjeňiz goý. Pataсын algan adam baktabadı. Nagıymaday nagaşı äjeň olsa jiýeniniň toýunda şatlanadı. Apam üçün şapala kırılmayma, koşemettin köngülder baptaladı. Sonduktan apama tağı selim salşı, Erjan solay öleğinin aktaradı. Nagym apam gelgende sen tügülü, takengde iyiluge şakkaladı. Ay kayakav dep, nagaşı äjeňizdin özüne arnayı bir selim bolsun işkene. Äjemiz aman bolsun, gımırlı bolsun dep bir şapala kurup koyay kagay. Tizimime köp adam tirkelgeni, jaramaz sırdyň içde bir kölgeni. Serikbay Tilesbek ben Mämin gökem, köngülge kelgen sırdy bir körmedi. Anarbek, Orunşa men Älimkhandar, ýelde alga bastaýtyn bir kerweni. Yesen bisen gökeme salem jasa, Şoldubay bolsa ületdiň ülkenderi ay kayakaw. Awalymyzdyň ülken aksakal haryalarına, daryalarına eýilip turup bir seliminde arnayga Kerimjana. Awalymyzdyň aksakaldara Serikbay gökemiz bastagan Tilesbek, Mämen, Anarbek, Orunşa, Älimkhan, Yesen, Bisen, Şoldubay, Nursuýit, Äweskan, Orunbasar, awul imamy Nurmahan gökemizge Äliwhan, Beksiyit, Nurmahan, Kuwatkan, Tursunbay, Bakbergen, Aytmahan, Asan, Orazala, Äblahan, Ötegen, Kuralbay, Tursunbay, Serik, Älseyit bastagan awulymyzdyň ülken aksakal haryalarına, daryalarına Kerimjan eýilip turup goş seleminde arnay goýgan eken. Iki jaz kol jetkisi agarmanga, däl bugün alasartma bagamda Allah. Täkeň özü şakyrsa atday galap bugün toyga kelmewge şaram barma. Jaň aýtdym goý, kepdirmin alyp üşüp, şatlyk sylasam dep bul jarandarga. Tumawratyp jatsam da jetip geldim, jaksylardy bolmaýdy jamanda uga. 20 minut boldu äli sayrap durmun, hermen garay söýleýdin şaman barma? Hudaýy tamagymyz tynyp barat, bir kese şaý bereden adam barma? Ay kayakaw, ay ay. Şar bolsun dep Hudaýym, sawuk sayran kuraýyn, o säwletdiň töründen toy getmesin alayım. Ondan tusa külayın, tek jaksalyk suraýyn, endi tuğan atana söz gezigin durayın. Hey şerkin jarandar, birmen garay karandar, kelin alıp toy kılgan, talgat deýtin adam bar, kol soğundar jarandar. Madattaytın yel olsa, hürmet deýtin jir olsa, balam ekew boldu dep kökke jetken töbesi, talay garman yelese, kurullatın kengesi, senin atan öýtkene jigitlerdiň töresi. Hey şerkin kalayık, bermen garay karayık, kelinnimen kutuktap, takeňe kol soğayık halayık. Kulak durgun kengeske, kol sozatın bileske, senin atan mekteptin direktiri emespe. Takıldasın tandayı, şarkırasın mandayı, atan üçün kos salem, salıp jiber arnayı. Hey şerkin halayık, tağım bermen karayık, kelinnimen kutuktap, takeňe kol soğayık halayık, keyin salem salayıktır. Bir koşemet bolsun agayyn.
Men özü bajamda aytsam helen etem. Önegesin ömürlük ölen etem. Kulağandan 20 ming sala saldı. 10 agayın közümen körem eken. Bul ne degen jomartlık taң kaldım koy. Jomartlığı bajamның neden eken? Ekenşi ret atana salem salшы. Salsаңыз. Atаңыз ekenşi ret kelem eken. Ekenşi ret kelemem geledi koy, ekenşi ret 20 ming berem eken. Atana 3-nji ret salem jasa, yergezek işke deyim degen eken. Köngülü köz sekildi turup tur koy. Жүрегі балмыздақтай жібіп тұр қой. Тәкеңді көрдіңіздер жомарттығын. Үшеуінде 20 мыңнан ұрып тұр қой. 20 мыңнан салатын себебі бар. Керсен үйде қаларын біліп тұр қой. Ай, 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 ай. Ақ сәуледі енеңіз, енем жаман демеңіз. Siz түгілі біздерде анамыздай көреміз. Қуанышпен елегіз, жақсылыққа теңеңіз. Емеңізге сондықтан енді сәлем береміз. Ей шіркін жарандар, бермен қарай қараңдар. Келін алып той қылған ақ сәуледей анаң бар. Қол соғыңдар жарандар. Көз алдында гүл шаға, айтпай кетсек ұрысады. Жарқын болған келбеті, алтын болған құрысағы. Тірлік қылған расыры, көңілде бар жасыны. Сенің енең өйткені, аналардың асылы. Толқып тұрған жібегі, жүрегі, жүрген жері гүледі. Сенің енең құлпырған атаңыздың жібегі. Ей шіркін қалайық, бермен қарай қарайық. Ақ сәулені құтықтап, қол шапалақ соғайық. Қол соғайық қалайық, кейін сәлем салайық. Не саларын қарайық деп, арнай туған енеңе ек сәлем. Мен ек сәлем салмадым ғой. Демеңіздер тірлігі кері кетті ғой. Бұл халық өлең жырға шөлдепті ғой. Екінші рет салдырдым енесіне. Көрмеген ағайындар сенбепті ғой. Басқа тәкеңе ризамын. Тәкең қайда жүрсе де ерлепті ғой. Екіншісін апама өзі берді. Осылай қателігін жөндетті ғой. Еркек деген осылай болу керек. Жанарының жалыны сөнбепті ғой. Елуді еңсергенмен ағам әлі билікті әйеліне бермепті ғой. Ай, ай, ай. Ағайын өлең болса сұрағаның, мен бүгін айтқаныңды құбаламын. Тас темір мен бегайлар тойға келсе, туысқаным келгендей қуанамын. Ғабит Маржан, Әмит пен Ғалия бар, берекесін кіргізер бұл алаңын. Нұркен менен Қалдыбай құдалар бар, жөн болар көңіліне ұнағаным. Құрметпен сәлем жаса мұның бәрі, 1000 жылдық сыйласатын құдаларым. Ай, Алдын енді арнайы осы әулетке қыз берген, осы әулеттен қыз алған, 1000 жылдығын жасаған құйрық бауырын асаған осы әулеттің құдалары. Тас темір бегай бастаған Ғабит Маржан, Әмит, Ғалия, Нұркен, Қалдыбай, Құдабай, Назерке, Алдан, Үрипа, Айжан, Ғабит, Әземкүл, Айжан, Құдабай, Хамид, Халид, Балғайша, Ғабит, Ажар бастаған барша құдаларға иіліп тұрып, қос сәлеміңді арнайы ғой келін жаманеке. Құдалар қайда, құдалар!
Рахмет болды, апа көстеп кетеді, рахмет. Бергелдеймін ағайын, бергелдеймін ай, жақсылардың соңынан ергендеймін ай. Парша нәзем пернекүл апаларымды, ақ басындай алтыннан да кем көрмеймін ай. Апаларым ай, апаларым ай, соғылсыншы шатырлап шапалағың ай. Аталарым ай, апаларым ай, қабыл болсын балдарға баталарың ай. Ауылымыздың үлкен ақжалықты аналары, барша апамыз бастаған Нәзем, Пернекүл, Орынкүл, Феруза, Рая, Тотыған, Бибігүл, Құттығыз, Шәркүл, Жұмакүл, Мәрия, Шолпан, Қауқар, Рахат, Есенкүл, Қалдығүл, Әтіркүл, Жамал, Жанша, Жанжаркүн, Тариха, Гүлзипа, Күнсұлу, Жамал, Шәркүл, Кенжегүл, Ұлсара, Бейсенкүл, Жақсыгүл, Нәзира, Шырын, Базаргүл, Гүлзина, Тілді, Ардақ, Күнімжан, Қарашаш, Оразгүл, Тойхон, Нұргүл, Әпше, Қалбеке, Бақтыгүл бастаған ауылымыздың үлкен ақжаулықты аналарына еліп тұрып қос сәлемімді арнап келін жаңареге. Келіпті бүгін елдің айқаяға ағалары, бас бармақпен берілер бағалары. Әлібек Айғанымға сәлем жаса, қуанғанда төңірек жаңарады. Айдархан Кенжегүлдің орны бөлек, айтылған әрбір сөзді саралады. Сейілбек Күлайшалар шаттанып жүр, таудан биік емес пе бағалары. Еркінбек Мәдинаға сәлем жаса, көңілді қуаныштымен аралады. Айдар мен Гүлмиралар осындағы, қуанғанда шапалақ соғалады. Бұрылған бүгін тойдың бір бетіне, айналған Мұхаммедтің үмметіне. Шамшудин несібелі тойға келсе, бұлардың амандығын күндетілі. Олай болсақ, иіліп сәлем жаса, ең мықты тұлғалардың құрметіне айқаяға. Ел ағалары Әлібек Айған бастаған Айдархан Кенжегүл, Сейілбек Күлайша, Еркінбек Мадина, Айдар Гүлмира, Шамшидин Несібелі, Қожагелді Гүлнар, Ермахан Жәмила, Тасқынбай Мадина, Әуесхан, Мира, Қажмұхан, Назира, Молдахан, Жадра, Аман, Сәуле, Сейілбек, Әлия, Оразалы Жанар, Құрбанәлі Күлайхан, Сабырхан Жәмила, Рахымжан, Зейне, Әлия, Үрзелі бастаған еліміздің аға жеңгелеріне арнайы бір сәлем ғанеге. Орындап тұратын өз дегені, келгенде апаларға сөз кезегі. Забира, Мәрзия мен абайлар бар, той десе бұл әулетке тез келеді. Олсия Әуелбектің орны бөлек, бүгін той болатынын сезген еді. Әлия Шырынханға сәлем жаса, ақ тілек боп жететін лезде деме. Күлайна мен Бектұрсын осындағы, жастардың бақытшыл сөз береді. Қуаныш Сәлималар тойға келіп, отырғанда қалайша өзгереді. Эльвира Жиенқожаны құрметтесең, асқақ болып тұрады өз беделі. Гүлнар мен Шахмарданға сәлем жаса, мөлдір Алмат апа мен жезделері айқаяға.
Әулеттің апа-жезделері Замира бастаған Мәрзия, Абай, Ұлзия, Өлбек, Әлия, Шырынхан, Гүлайна, Бектұрсын, Қуаныш, Салима, Эльвира, Жиынқожа, Гүлнар, Шахмардан, Мөлдір, Алмат, Жансая, Аяжан, Алдолқын, Ғазиза, Асылхан, Аманжол, Бағдәулет, Бақыт, Келіншегімен, Мақпал, Дәурен, Гүлжайна, Жасұлан, Жадыран, Нұрай, Назерке, Дархан, Айнұр, Дархан, Гүлжанат, Абылайхан, Берік, Келінмен дейді. Балғабай, Айко, Жадыр бастаған барша апа-жезделерге иіліп тұрып, жиендерге арнайы бір сәлем ғалекей. Ешқашанда түспейтін жаман жолға, жолдастарын сүйрейтін адал жолға, бірақ сәлем салдырған ұят болар, осы әулеттің жиені аман жолға. Жігіт қой талай жерден жарық көрген, соңында інілерге бағыт берген. Ең мықты өнерпаздың біреуі осы, өзінің сара жолын салып келген. Шапалақ ұрыңыздар аман жолға, өзінің оң мен солын танып келген. Қызмет жасап жатқан өнерпаздың барлығын өз атынан алып келген. Ағайын бұл сөзіме сену керек, мұнысын жақсылыққа жору керек. Нағаштан ештеңе аямайтын жиен деген осындай болу керек. Осындай болса дейтін ағайындар, аман жолға шапалақ соғу керек. Айқаяқ-ау деп арнай аман жолға бір сәлем салып қойшы өзіне. Алдымыздан күтетін тағы шың бар, менің де жыр айтатын шанысым бар. Сейдахмет келгенде жұбайымен, білемін бұл әулеттің бағысыңдар. Бағдат пен Әлияға сәлем жаса, ешқашан кір шалмайтын арысыңдар. Дәулетпенен өрімтал Әбдіразақ, ешқашанда сынбайтын сағысыңдар. Өсиет Лаура әділет айтатыным, тек жақсылық жасаудан жарысыңдар. Қасиет пен Айгерім орны бөлек, білеміз осы әулеттің бағысыңдар. Наурызбай Қуанышпен осындағы ерке бұлан дейтұғын арысым бар. Құрметпен сәлем жасамының бәрі, ең сыйлық айнаға мен абысындар. Айқаяқ-ау Арнайы қайнаға абысындар Сейдахмет бастаған жұбайымен Бағдат, Әлия, Дәулет, Өрімтал, Әбдіразақ, Өсиет, Лаура, Әділет, Қасиет, Әйгерім, Наурызбай, Қуаныш, Еркебұлан бастаған қайнаға абысындарға иіліп тұрып келген қос сәлемді арнайы болған екен. Өлеңмен жеткізетін татым бар ғой, неде болса басымда ақыл бар ғой. Қасиет деген туған қайнаған бұл, үйленгенде мені де шақырған ғой. Екінші рет айтайын Қасекеңді, туған қайнаға дейтін атың бар ғой. Ағайын бір шапалақ ұрмай мекен, біздерге қарай мойын бұрмай мекен. Қасиетті осынша жырға қоссам, ақ келін енді сәлем қылмай мекен. Еңбегіңді ел мен жұрт мойындасын, еңбегіңді ел мен жұрт мойындасын, ержан қалай өлеңмен сойылдасын. Қасиетке тілейтін жалғыз тілек, ағайынның құшағы жайылғасын. Атыңа затың сай боп Алла сені қадір қасиетіңнен айырмасын. Айқаяқ-ау деп қасиет туған қайнаған арнайы бір сәлем болсын ішкені.
Көңілденіп отқаның көмек болды. Бағана әжептеуір отырыңдар, шапана құрмайтындай не боп қалды? Келген кезде осында күйлі адамдар, Ержан айтқан өлеңді мейдан аңдар. Қанекей бір ауыздан қол соғайық, мені емес Талғатты сыйлағандар. Өлеңімді айтайын ойдан өрген, өнерімді жаратқан бойға берген. Тағы да бір құрметті қонақтар бар, арнайылап дәл осы тойға келген. Осы күні атанған ел ағасы, бас бармақпен берілген не бағасы? Мақсұт дейтін көкем бар осы жерде, демессіз көңіл бөліп қарамашы. Мен түгілі құрметтеп отырады облыстық ардагер кеңесінің төрағасы. Әр сөзі ұқсайтын құйма қорғасынға, ұқсатамын Мақсұтта Ердасылға. Ағайында құрметтеп қою керек, мұндай тұлға туады әр ғасырда. Көкемді ерекшелеп айтқым келеді, қиялы қияшында самғасын ба, ардагерлер кеңесінің төрағасының орны бөлек орынбасары болғасын ба, айқай-ақау, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Мақсұт көкемізге апамызбен бірге тағы бір арнайы сәлем салып қояйық. Басқадан биік болған Бәсім ағам, Шиелден келіп тұр Насыр ағам. Шиелінің құрметті тұлғасы ғой. Мен қалай абыройды шашып алам. Насыр ағама шапала құрыңыздар, өнегесін өлеңге қосып алам. Осы Насыр ағамыз емес беді, ауданды байлығымен Насыр ағама айқай-ақау. Насыр ағамызға бір сәлем болсын шықана. Өлең айтып жүрушем ұдайымен, тойдың шырқын кіргізіп шырайымен. Шайх Ислам ағамыз тойға келді. Ол жаққа да өлеңді құрайын. Олай болса құрметті сәлем жаса, Шайх Ислам ағама жұбайымен айқай-ақау. Шайх Ислам ағамызға жұбайымен бірге арнайы сәлем болсын шықаны. Шығатын биік шыңның астарына, бақ құсы қонып тұрған бастарына. Ал енді кезек келді атаңыздың ортада құрдасы мен достарына. Ақан мен ләззаттарға сәлем жаса, еңбегін ел алдында растады ма? Балтабай жанаттардың орны бөлек, қуанам тойға үлес қосқанына. Омар мен Шолпан бүгін қуанып жүр, айтылар тойда жырмен дастанына. Мұхтар мен Дилярамның орны бөлек, шығатын адалдықтың асқарына. Өміржан анарларға сәлем жаса, адалдық берген Алла астарына. Нышанбек, Шолпан, Пердебек, Лайлаларың жақсылық жасаймын деп қашпадыға. Зүбайра, Өмірбек пен Зәуреш келді, ертіп ап жақсыларды қастарына. Қожан мен Гүлнарларың бастап келген, сәлем сал ата-енеңнің достарына. Арнайы Талғатаның құрдастарына арнайы бір сәлем қанеке. Ақан ләззат бастаған Балтабай Жанат, Омар, Шолпан, Мұхтар, Диларам, Өміржан, Анар, Нышанбек, Шолпан, Пернебек, Лайла, Зүбайра, Өмірбек, Зәуреш, Қожан, Гүлнар, Қуан, Фарида, Айтмахан, Ғазиза, Сайфулла, Қымбат, Ұлмекен,
Alğaşbek Gülzira, Orunbek Nursulу, İslam Orunköl, Amangелді, Равшан Әлішер, Мархаба Рашид, Қалдыгүл Назиба, Баян Сәуле Айтбай, Меруерт Дина, Ерлан Басағанатаның құрдастарына және де 64-65 жылларға арнайы бір сәлем, 68-69 жылларға арнайы бір сәлем, 70-71, 78-73, 74-75 жылларға арнайы бір сәлем қойын деген жылдарға жайлықтар. Түспейтін бұл өмірдің шыжығына, кез келген мына тойдың қызығына, құрметпенен тағы бір сәлем жаса арнайылап мектептің ұжымына деп, арнайы 196-шы орта мектептің ұжымына. Әбдімәлік, Ажаркүл, Тұрғанбек, Қалия, Нұрмахан, Ералы, Сәбия, Меруерт, Өскенбай, Ақбаян, Мейра, Ағнұр, Назира, Райхан, Гүлнар, Айсұлу, Әнуар, Қуат, Маханай, Өрген бастап келген барша коллективке, мектеп ұжымына 3 сәлем болсы шарнайы. Мұғалімдер ең құнды байлықтарым, қаламаймын жүрегің шайлыққанын. Барлығыңыз көңілсіз келдіңдер ғой. Негізі бұл ісінен ойдықпадым. Шамалы билеп-билеп келсеңдерші көтерілген жоқ беді айлықтарың. Мен өзі ұстаз десе елең етем, өнегесін өмірлік өлең етем. Баяғыда зейнетке шыққан ұстаз пенсия алып базарға келеді екен. Бір бұрышта картошка сатып отқан өзінің оқушысын көреді екен. Не болса да алайын оқушымнан арзандау береді деп сенеді екен. Сонымен 1-2 мың ақшасына оқушының қасына келеді екен. Картошкың қанша теңге деген кезде 500-ден деп жауабын береді екен. Басқалардың бәрінде 200-ден, сенікі сонша қымбат неге көкем, әлде мені танымай тұрсың ба деп әлгі ұстаз шәкіртіне төнеді екен. Сол кезде байыппенен әлгі шәкірт ұстазға бұлай жауап береді екен. Мен сізді танып тұрмын әй мұғалім, бір нәрсеге себеп екен. Сіз дұрыстап оқытқанда мен базарда картошка сатпасем ғой деген екен. Ай, шамаң жетсе бұл тойды қыздырып қал. Ұстаздардың бойында ізгілік бар. Сондықтан мұғалімді көрген кезде шетіңнен құрмет тұтып үздігіп қал. Дәл осы мектебіңе тілейтінім, мектепті бітіретін әр түлегің ұбытыдан алсыншы 140 бала. Ай, ешқашан бөлінбейтін еншілері, аяққа салынбайтын теңшілері, мына Талғат ағамның көршілері, аттарыңға атайын келшілері. Баяғыда ауылда көкен бопты, әрбір айтқан сөздері шекер бопты. Бір күні жұмыс істеп баласына көршіден балта сұрап әкел депті. Оң жақтағы көршіден сұрап барса, алғанын бермейді ғой әкең депті. Сол жақтағы көршіден сұрап барса, шық бермес шығайбайдан бетер бопты. Қарама қарсы көршіден сұрап барса, өзіме керек оның бекер депті. Баласы балта таппай сүмірейіп, үйіне қарай жаймен тепең депті. Балта жоқ деп келгенде әкесіне ашуланып жетер депті. Жұрттың бәрі сараң болып кеткен бені өзіміздің балтанаға әкел депті. Орын алған жақсының тектерінен, нұр шашып тұратығын беттерінен. Бірақ біздің көршілер ондай емес, кішіпейіл жандар ғой шеттерінен. Арнайы көршілерге, қоңсыларға иіліп тұрып келжан бір сәлеміңді арнайы ойған екен. Көршілері
Жақсыбек Рабиға бастаған ғалым Айныр, Ахмадияр Жұбайымен, Мәлік Бақтыгүл, Ербол Гүлмира, Ерман Айжан, Еркін Дәурен, Әсілбек Ағырге бастаған арнайы көршілерге еліп тұрып, қол сәлеміңді арнайы қой келді. Көмейіне тұрмайтын тастығыла, көз жетпеген ешкімнің қастығына, арнайылап бір сәлем салдырайын аудандық ровдының бастығына. Отырмын әр еңбегін талдайын деп, өлеңді әрмен қарай жалғайын деп. Ровды бастығы Мұрат Мырза, мен тұрмын сізге өлең арнайын деп. Қасиеттің келіп тұр коллективі, көшіңді сыйластықпен жалғайын деп. Айдар менен Мейрамбек ұрысылан, Нұрболат түзу жолды таңдайын деп. Және де Керімхандар осында жүр, келмей қалып ұятты болмайын деп. Ровдыға арнайы сәлем жаса, тақылдап айта берсін таңдайым көп. Ровдыны маяқтап айтпаймын деп, қамалып кетедіғын жағдайым жоқ айқаяқау деп. Арнайы қасиеттің ұжымына 3 сәлем болсын. 1, 2, 3. Бір ержан өлең айтса сарнай мекен, сыйластықтар қарай жалғай мекен. Бір көрімдік дегеннің бір сәлемге, қалған 2 сәлемге салмай мекен. Бұл ортаға келіп тұр талай қонақ, сыйлас бір-біріне жанай қонақ. Бір сәлемге көрілдік берілді ғой, қалған 2 Мұрат аға қалай болады. Бұл ержан айтар сөзге абай екен, бізге сәлем салдыру оңай екен. Бәрекелді ағамыз келе жатыр, негізі жөн-жобасы солай екен. Ағайын шапалақтап қойыңыздар, жүзінен шашыраған арай екен. Бір-екі рет барып Ровдыға, өткен кеткен тарихты жанай өтем. Ойда жоқта қолыңа түскен жанды қинап ұстап отырған қалай екен. Айқаяқау мен бүгін шырқағанда тойдың әнін, көңілді көрік тоймен тойдырамын. Нұрсұлтан Бекзатпенен Айгерім бар, аттарын заттарына сайғыламын. Нұрымжан Мерейменен Балауса бар, сондықтан көңілдерін жайғыламын. Мейіржан Айдын, Ерзат, Нұрзат тулап, шырқап жүре берсінші тойдың әнін. Нұрқатпенен Сағадат парасаттар, сендерге бүгін құшақ жайдырамын. Төлеміш арқаларына сәлем жаса, қайын сіңіліменен қайынларың айқаяқау. Арнайы қайынлар, қайын сіңілер Нұрсұлтан Бекзат, Айгерім, Нұрымжан Мерей, Балауса, Мейіржан Айдын, Ерзат, Нұрзат, Дулат, Нұрқат, Сағадат, Парасат, Төлебей, Шалқар бастаған барша қайынларға еліп тұрып, қос сәлеміңді арнайы оқырыңыз. Алдындағы асқары, тойды манда қосылатын бастары. Ал келесі сәлеміңді күтіп тұр, бұл ортада жан жарыңның достары. Досым барда арман қасам, алғасам, сенде достық пейілімді жалғасаң. Мақтан күтпен адамшылдық арымды, көкірегімді оққа тосып қорғасам. Несін доспын талшық етер жаныңа, жарты құртты бөліп бере алмасам десек, жартыны жарып бүтінді беліп жеп жүрген жан жарыңның достары. Еркебұлан, Айбек, Бақдәулет, Тұрар, Анархан, Нағашбек, Бауыржан, Бейімбет, Дәулет, Әлмахан, Мейірхан бастаған барша достардың құрметіне 3 сәлем болсын. Жасасын достар. Беташар аяғына таяп қалды, Ержаннан жеткен осы маяк болды. Талғат бажа бітірсем рұқсат ба, жазып берген списке аяқталды.
Basımızdan ötkerdік неше күзді, ешкімге жібермеуші кесемізді. Қалып қойған ағайын жоқ бет мұнда, тізімге қосып ет деп кешемізді. Тамада мені неге айтпадың деп, ішімнен сыққыртпасын шешемізді. Иқаяқау деп, тойға кеп аты алмай қалып, төбелес шығаратын ағайындарға бір сәлем болсын шарынайым. Бірліктегі құдалар жаңа келген, орны бөлек жандар ғой бар әлемден. Уағалейкум ассалам, амандастық. Құдалардың көңілін таба берген, бірлік құдаларына сәлем жаса. Ортаға көрімдігін ала келген, жаңа келген құдаға жараспай ма? Ақ келін иіліп сәлем сала берген, ақ келін сәлем салып отырғанда ағайын шапалағын соға берген. Айқаяқау деп, ортамызға жаңа келіп жатқан бірліктен келген құдаларымызға арнайы қос сәлем болсын тағы да. Музыка. Шақырғанда жүрегіме ертегіңіз, сізге рахмет сақтап қойған ақ көңілімді, өзге біреу бастап кетсе қайтер едім. Аяқталды спискі. Жасайын енді молдыға. Күмбірлеп тұр қолымда қос шекті домбыра. Тойға келген ағайым бет ашқан мынау ержанға көңілдерің толды ма? Тоқталайын ба осыммен талға таға болды ма? Жаратқаннан тілерім отау құрған Мұхаммед, алаш сыйлайтын ұл болсын, абыройы дүр болсын. Алла жазса жастары жүзге дейін келіммен, ұстасқан қолы бір болсын. Екеуіне жаратқан қылықты қылып қыз берсін, ұлықты қылып ұл берсін. Ақ сәулеменен талғаттар қызығын соның бір көрсін. Тәкеңе енді айтарым, немерелері 100 болсын, шөберелері 1000 болсын. Шөлір кеп жатқан шағында шөпшектері кеп су берсін. Сіздерден өскен ұл мен қыз еш адамзатқа бас имей, Аллаға ғана құл болсын. Рахмет, ардақты ағайындар. Бүгін тойдың салтанат әнін айттым, екі жастың махаббат әнін айттым. Қалып қойған ағайын өкпел емес, жазып берген жандардың бәрін айттым. Ал олай болса, ардақты ағайындар, айтылады асқаған бүгін қалай жасқанам. Фронт деген бір ел бар, орны бөлек басқадан, көңілінде гүл көктеп фронт дейтін бір мектеп. Олай болса қос сәлем салып жібер, құрмет деп арнайы фронттардың құрметіне қос сәлем болсын. Сейділда Бақыт ағаларымыздың құрметіне. Bir şafır aş müzikten şafır. Rahmet. Негізі спискеге жазбаппыз ғой. Сонда да тереңінен қозғаппыз ғой. Ағаларды ұмытпай айтып шықтық. Көңілдерді осылай саздаппыз ғой. Екеуін айтпағанда көрдіңіз бе, 6000-нан айырыла жаздаппыз ғой аға. Ардақты ағайындар, енді келіндеріңіз құтты болсын, рұқсат болатын болса, келіннің бетін ашып, айдай жүзін халыққа көрсетейік деп жаздыңыз. Келіннің бетін кім ашса соғыстық дейді, кейбір елде бет ашқан тамадаға домбырамен аштыра салып жатады. Ол дұрыс емес, өзінің енелері ашып, мәңгілік ыстық болып жүрсін деп, осы әшелеріміздің, апаларымыздың жолын берсін деген ниетпен үлкен кісілерге келіннің бетін аштырайық. Қызығып отырған ағайын қол соғып өтсін, көре алмай отқандар үндемей отыра береді өзі. Бір жапалау қойайық, ал музыка ашайық. Dostluk kurban bala, kalmak kalp turğunda yani topuğun sonuna kadar. Tamam, ana koy sana. Çıkışlı olsun Kuday kalasa. Және de bana жерден періштігі 5000 теңге ақша. Sana toy çıkışlı olsun. Allah senin toyunda жоқ тұрсын.
Şamal 20'ga geldik bak uylen meni şakırayın alayım. Gerek baganda. Tamana barak yerde. Agay kelinlerimiz kutlu olsun. Bir şafana kırıp koyunuzlar. Aksöyle. Keliniz. Hürmetli kaynapa. Ben kaynapam bak böyle bir şaka agayında. Kıpşaktın içinde Abız degen ruh var. Esabız Evliye'nin ırpaqtары. Sonuçta Evliye'nin ırpaqı bolğandıqtan mına kelin kutlu olsun dep oqtaudy yağni estafetani kelinge tavsiye etimiz. Kıymay tursuzlar mı meni? Qabılda qala bu kelince qosqalım men ha. Mandayını sevip жатыр, rahmet. Kelince mına oqtaudy sağan bizim Muhammed Aşmanov kelgende esike tirep koyu için berip atkan jokmuz. Осы шаруан үйдің бар шаруасын өзіне аманаттадық. Аллаға шүкір, Тәкен мен Ақсәуле екеуі ұл-құстарын өсілдірді, жетілдірді, үйлендірді, тойын жасады. Ендігі сендердің міндеттерің осы кісілерді бағып қалу, көңілін көтеріп, ренжітпеуге тырысыңдар Алла қаласа. Енді бата сұрау үшін бірінші Мұхаммед қайда? Мұхаммед, сен біреудің тойында жүргенде ойлайсың ғой, не өкесей бір қарай? Көз түсініп жүрген жоқ не болып жатқанын қалайсың? Сағадай жақсы ма, көңіл күй қалай? Аллаға шүкір. Бәрі дұрыс па? Тәубеге келіп қапсың ғой сен үшін ағадыз. Құтты болсын. Қандай сезімде болып тұрсың? Жақсы. Баяғыдан осындай ма, бүгін осындай болып тұр ма? Екі-үш жауаптан ұрып жатыр ғой падиратты. Жақсы, үйленген жақсы, осындай басында көңілді болып жүресің. Сосын 5-6 жылдан кейін андай шашың ағарады, Құдай қаласа. Оның өзі өнер, баяғыда бір әйел айттырып, бір еркектің шашын ағарта алмасам, не үшін қатын болып жүрмді? Аллаға шүкір, бірақ осындай шашыңды ағартса да, ұрпағыңды көбейтіп, керегеңді кеңейтіп, көсегеңді көгертіп отыратын жарыңның келгеніне қуаныштымыз. Алла бұйыртса, әйел деген Алланың аманаты дейді. Аманатқа қиянат болмай, шаңыраққа келген жан-жарыңды аялап, әкең мен анаңның жолын бер, елге үлгі болатын жанұя болыңдар, 100-ге жеткен қария болыңдар деген тілек айтқым келіп тұр. Ал енді келінce орамалдың ар жағында бүкіл елге таныстырып сәлем салдырдым. Бетіңді ашқаннан кейін ең алғашқы сәлемді өзіңнің күйеуіңе үлдеп салып қойшы. Тағы да сәлем салғандар бірдеңе салып еді ғой, тағы бір сәлем. Нәп салды бұл ақша? Білмейсің, е? Өзінің әйел сәлем салғанға ақша салған еркек көрдің ба сен? Мен саған ақша сал деп салдырып атқаным жоқ сәлемді. Алып келген күні келіннің басын иіп бердім. Ары қарай иіп аласың ба, иіліп қаласың ба көресің. Осылай салдырып атыр. Мына жерде апаларымыз отыр қаншама. Қазақтың келіндері ер азаматын өзінен бір саты биік қойған тәке. Ер азаматын өзінен бір саты биік қойған үйден бақ береке ынтымақ бірлік кеткен емес. Сондықтан келінжан, келген күні еріңе қалай бас иіп құрмет көрсетсең, өмірің соңынан солай сыйла. Сол кезде сендерден асқан бақытты жан болмай. Біздің Мұхаммед үйге ерте келсе де сыйла, үйге кеш келсе де сыйла. Үйге келмей бір жерге қонып қалса да сыйла. Үйге 2 аяқтап келсе де сыйла, 4 аяқтап келсе де сыйла. Күйеуіңе қарсы келмей сыйлаға сыйла деп жұрттың әйеліне айта, өз әйеліме айта алмайым соны. Ол түсінбейді же. Алла екеуіңе 2 өмірдің бақытын берсін. Әрине әзілдеп жатырмыз ардақтағы ағайындар. Осы басын иілген деп сенде патырға тұра берме, әйелді ұруға болмайды, білесің ғой. Әйел тұрғаннан мүйіз шығатын болса, мына жерде бәрі мүйізбен отыратын еркектің бәрі. Әйел Алланың аманаты ғой, аманатқа қиянат қылмай, қисық қабырғадан жаратылған әйел, шамалы аяласаң, өзі иіледі. Жұртқа ақыл айтамыз, өзіміз істемейміз осыны, бар деп тұрдың. Алла қаласа шаңырақтарың шайқалмасын, кем-кетіктерің байқалмасын. Енді үлкендердің ақ батасын алатын сәтке келдік. 2 жеңгес 2 минут 15 секундқа бере тұрыңыздар, қасына келіп қорықпа. Бата сұрайық. Амин. Батаны еліміз, халқымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Ырыс несібіміз мол, қарындарымыз тоқ, қайғыларымыз жоқ болсын. Қазақтың салт дәстүрі жоғалмасын. Әр уақытта осы ізет құрметіміз арта берсін. Құдай қаласа жастарымыз үйленіп, отанымыздың, еліміздің, әулетіміздің ағайын туысқанның ең алды жұбайлары бола берсін. Айтқан сөздерін бәрі Құдай қаласа қабыл етіп, Алла өз өмірдегі барлық жақсылық бастарына келе берсін. Алла бұлардың ынтымағы,
İzzet hürmeti cetve ülgü olsun. Yamaşık olmasın. Ölsün, ölsün, bark olsun. Yerimizin en ülgülü ortası olsun. Amin. Köke batаңыз kabul болсын. Той егесінің атынан сізге иығыңызға шапанымыз бар. Сосын да екі баланың атынан сізге бата берейін. Екі балаға бата беріп жатсыз ғой көке, қолыңыз жайыңыз. Алайым әулеттегі баққа айналыңыз. Тек биіктеп тұратын таққа айналыңыз. Пенсияңыз 40 есеге көбейіп кетіп, ақша тығып қоятын жер таппай қалыңыз. Амин көке, аман болыңыз. Өзіңіз 100 ұрпағыңыз 1000 жасасын. Енді ардақты ағайындар, ол керсенге тиіспеңдер, беташардың ақшасына тиіспеңдер. Түгіл осы ақша деген жаман, мен де кете алмай жатырмын, бұларды алып кете алмай жатырмын. Бір керсен ақша болмай ма? Ардақты ағайындар, мен бет ашып жүргеніме биыл 17-ші жыл екен. 17 жылдан бері қарай бет ашамын. Соның соңғы 10 жылдығында өз-өзім зерттеп жүрмін. Сөйтсем аузымның дуалылығыма, тілегімнің қабыл болатыныма білмеймін. Мен бетін ашқан келіндер тошыны ұл туады екен, болмаса қыз туады екен. Бұйырса осы екеуінің ұл қызы көп, жұлдыз жарық болсын дейміз ардақты ағайындар. Мен мына Шиел ауданынан келіп тұрмын ғой. Мына жерде қанша шиеліктер отыр. Бұл ауылға да бөтен емес, біз тойға да келіп тұрамыз. Өткенде Арнайда үлкен игі шара болып, осы Арнаудан жарыс болып, тағы осы ауылдың төріне келіп, дәм татып, бұйырған бас жүлдені алып кеткен болатынбыз. Осы ауылға Алла тек қуанышына келтіріп жатыр, оған да шүкіршілік қыламыз. Енді мына бір керсен ақша, бұл халықтың салған несібесі. Біз қазір Шиеліде беташар, мына Шиеліде болатын болса беташар, мына керсенді мен алып кететін тұғыммын. Өйткені Шиеліде бізде бетті ашқан жігіт ақшаны алады. Негізі мынау ақшада екі адамның үлесі бар ағайындар. Оның бірінші мен 1 сағат таныстыра, екінші келін 1 сағат бейілт алып сәлем салып тұрды. Ал мынау ақша осы күнге жеткізген Аллаға шүкір деп қуаныштан тасталған садақаның ақшасы негізі бұл ардақты ағайындар. Енді мына ақшада сендердің вообще үлестері жоқ тәке негізі. Сендер салғандарыңды біліңдер, болды бұл ақшаны. Енді мен көрем, тәкеңмен келіскен, мен кешенен тастап кетем деп айтып қойған ғой енді. Жаңарған жақ бере бермейді ғой бұны. Бірақ елдің алдында көреміз. Келіннің даналығын тексерейік. Келінге беріп көрем, айттым ғой келін, екеуміздің ғана еңбек. Келін алам десе тастап кетем. Алмайым десе амал жоқ. Келін, екеуміздің ғана еңбек. Бүгін кеп тұрып алмайтын шығар. Көрейік. Келін аласың ба? Алмайым дейді. Аласың ба? Алмайым. Ойлағым не болды? Ят болды ғой. Бетейік, ағай, халыққа шашып жүрсең бар. Бұлай бәрі әзілға ардақты ағайындар. Шынымен, осы бір керсен ақша 2 жастың алғашқы бақытының баспалдағы болсын. Ұялатын ештеңе жоқ, ала ғой келін жоқ. Шықай ғой, мәселемізді залға шықтыр көмін. Оның өші қатысы жоқ сейді қойсыздар. Бұл ақшаны өзің үйге алып кетпейтінің ақиқат. Алып ішке кіріп кетсең, әңгіме олат қойып бар, мына келін ақшаға жаманлар екен. Енді алдында атаң мен енең тұр. Алла бұйыртса 9 ай 10 күннен кейін өмірге торсықтай ұл келсін. Алладан шын жүрекпен дұға қылдым сіздер үшін осыны. Сол дүниеге келетін ұлдарыңды, қыздарыңды атаң баққанын қалайсың ба, енең баққанын қалайсың ба? Қайсысын жұмсағың келеді соған бір шепші? Қайсысын? Насыл? Ойланып тұр. Құдай-ай, құлақтың тыныштығын бұлдан біледі ғой. Бір шапала қырып қойайық. Не болды, ақшаны алып сүймей қойдың ғой, бағана маңдайына сүйіп атырым ғой. Айттым ғой, оңай емес бұл ақша деген ардақтың. Дәді. Енді келінге үлгі көрсетіп, біздің үйде отаға ұстайды деп ұстатып қоймайсыз ба? Тәке бәрін ап қоятын біліп тұрау дейм бірден қашты ғой. Тәке, ер азамат, алыңыз, құтты болсын. Ой, болмайды өзі. Айттым ғой бұл, мен де сондаймын үйде. Мектепте мұғалімге бұл директор, үйде директорге бұл директор болып тұрғаншы. Алла ынтымақ бірліктен айырмасын. Әрине бәрі әзіл қалжың, той құтты болсын.
Алла тағала тек осы 2 жастың бақытына осынша елді куә қылып жүре берсін. Айналайын келінжан, менің жұмысым бітті, сенің жұмысың басталды. Шарт беріп ыдыс аяғыңа тарта бер. Қалған ағайын ортаға би алаңына шығуға рұқсат. Той құтты болсын.